Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Eyes Open 5-ші сыныптың 4-ші юниттің 42-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Балалар, сабақты орындамастан бұрын ең алдымен менің каналыма подписаться етеміз. Одан кейін 5-10 минутымызды бөліп, сабақты толығымен қарап шығамыз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Outdoor and service jobs. Сырттағы жұмыстар. Exercise 1. Match the word to the pictures, then listen, check and repeat. Бізде мына суреттер берілген және сөздер берілген. Соларды бір-бірімен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші бізде police officer, полиция қызметкері, екінші cleaner, тазалаушы, үшінші бізде доктор, дәрігер, төртінші farmer, фермер, бесінші бізде dentist, тіс дәрігері, алтыншы shop assistant, дүкеннің ассистенті, жетінші бізде tour guide, тур гиді, және сегізіншісі nurse, медбике. Мұнда барлығын жазып дайындап қойдым. Енді екінші тапсырма. Мұнда бізде тыңдалым тапсырмасы екен, тыңдалымды тыңдауымыз қажет екен. Ол үшін тыңдаймын десеңдер YouTube-ға жазасыңдар. Eyes Open, Unit 4, page 42 деп жазсаңдар, осы тыңдалым шығады. Келесі exercise 3. Listen again, choose the correct answers. Мен тыңдалымды тыңдап, сендерге жауаптарын дайындап қойдым. Clara's father is a tour guide. Клараның әкесі турда гид болып қызмет жасайды екен. He speaks 4 foreign languages. Ол 4 тілді біледі екен. Clara's mother is a hotel cleaner. Клараның анасы отельде тазалаушы болып қызмет жасайды екен. Lucas' father is a doctor. Лукастың әкесі доктор екен. Люктың әкесі Luke's parents work in different places. Луктың ата-анасы екі жерде жұмыс жасайды, әртүрлі жерлерде. Clara and Luke don't know what jobs they want to do. Клара және Люк өздері өскенде қандай қызмет жасайтынын әлі де білмейді екен. Келесі. What jobs do people you know do? What do you want to do? Complete the sentences. Мына сөйлемдерді аяқта. Мен жұмыс істеп жатырмын. Мына бізде үшінші тапсырманың жауабы. Қазір төртінші тапсырмаға ауысамыз. My father is a mechanic. Менің әкем механик. My mother is a nurse. Менің анам медбике. My sister is a teacher. Менің әпкем мұғалім. I want to be a doctor or maybe a pilot. Мен дәрігер болғым келеді, немесе пилот болғым келеді, ұшқыш болғым келеді. Мына жерде жауаптарды өзгертсеңдер де болады. Exercise 5. Ask and answer with your partner. Мына сұрақтарға жауап бер деген екен. Мына сұрақтарға. What does your father do? Сенің әкең не істейді? He is mechanic. Ол механик. What does your mother do? Сенің анаң не істейді? She is a doctor. Ол дәрігер. What does your sister do? Сенің әпкең не істейді? She is a teacher. Ол ұстаз. What does your brother do? Сенің ағаң не істейді? He is pilot. Ол ұшқыш. What do you want to do? Сен не істегің келеді? I want to be a doctor or maybe a teacher. Мен дәрігер болғым келеді, немесе мүмкін ұстаз дейді. Осымен біздің 42-ші беттегі тапсырмаларымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.